Саламатсыздар ма? Түркістан облысы Ордабасы ауданы Амангелді атындағы жалпы орта мектебі химия пәнінің мұғалімі Аухатова Гүлзинет. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы минералды тыңайтқыштар, 8-ші көрсетілім минералды тыңайтқыштар. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары минералды тыңайтқыштардың жіктелуін және олардың құрамына кіретін қоректік элементтерді атау. Азот және фосфор тыңайтқыштарының қоршаған ортаға әсерін зерделеу. Осыған сәйкес сабақтың мақсаттары минералды тыңайтқыштардың жіктелуін және олардың құрамына кіретін қоректік элементтердің қасиеттеріне анықтама бере отырып ажыратылады. Азот және фосфор тыңайтқыштарының қоршаған ортаға әсерін зерделей алады. Келесі оқушылар, үй тапсырмасы бойынша менің білетін айдарымына тоқталайық. Бірінші сауал фосфор элементіне сипаттама. Екінші сауал фосфордың аллотропиялық түр өзгерісі. Үшінші сауал фосфор оксиді қасиеттері. Келесі төртінші фосфор қышқылының қасиеттері. Келесі сауал фосфордың қолданылуы. Келесі сауал фосфат ионына сапалық реакция. Рахмет оқушылар, үй тапсырмасын қайталап өттік. Келесі слайдқа назар аударсаңдар. Оқушылар, не себепті жаз мезгілінде алғаш піскен қауын қарбызды жеу қауіпті? Иә, оқушылар, ең алғаш піскен қауын қарбызды жеу қауіпті, себебі оған тыңайтқыштар қосылады. Сонымен біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз тыңайтқыштар деп аталады екен. Химиялық элементтер өсімдіктің өсуіне қажетті элементтер, яғни оларды қоректік элементтер деп атайды. Оларды үлкен екі топқа жіктейді: макроэлементтер және микроэлементтер. Макроэлементтерге азот, фосфор, калий, күкірт, магний, кальций, темір жатады. Ал микроэлементтерге марганец, мыс, бор, кремний, молибден, мырыш жатады екен. Тыңайтқыштар шығу тегіне қарай органикалық және биорганикалық болып бөлінеді екен. Ал қоректік элементтің болуына байланысты азотты, фосфорлы, калийлі болып бөлінеді. Ал агрегатты күйіне қарай тыңайтқыштарды сұйық және қатты деп жіктейді екен. Тыңайтқыштардың түрлері органикалық және минералды деп бөлінеді дедік. Ал органикалық тыңайтқыштарға құстың саңғырағы, қи, қарашірік, шымтезек жатады. Ал минералды тыңайтқыштарға азотты, фосфорлы, калийлі және микротыңайтқыштар жатады екен. Өсімдіктің өсуіне қажетті элементтер, яғни азоттың болуына байланысты минералды тыңайтқыш азотты тыңайтқыш деп айтылады. Фосфор болатын болса, оны фосфорлы тыңайтқыш деп атайды. Калийлі болатын болса, оны калийлі тыңайтқыш деп атайды екен. Бұлардың барлығы минералды тыңайтқыштарды құрайды екен. Азот тіршілік үшін маңызы өте зор элемент. Ол жетіспеген жағдайда өсімдіктің жапырағы бозғылт, жасыл болып, бойы өспей қалады. Ал фосфор барлық элемент, барлық тірі ағзалардың құрамына кіретін маңызды элемент. Фосфорсыз хлорофилл түзілмейді. Онда өсімдік жапырағы көмірқышқыл газын сіңіре алмайды. Өсімдікте фосфор жетіспесе, жапырақта қара қошқыл, жасыл қара дақ пайда болады. Калий кез келген өсімдікке қажет. Калий жетіспесе, фотосинтез процесінің қарқыны төмендейді. Калий жеткілікті болса, крахмал, қантты зат, май түзілуіне жоғарылайды және картоп, күнбағыс, жоңышқа, қызылша сияқты өсімдіктердің өнімділігі артады екен. Мына суретте назар аударсаңдар, бізде осы элементтер жетіспеген жағдайда өсімдіктердің түрін байқауларыңа болады екен. Ол кезде жапырақтарының түсі қандай өзгеріске ұшырайды, соны байқауларыңа болады. Фосфор жетіспегенде жапырақтары бұралып қалады екен өсімдіктердің, массасы кішірейіп, жеміс беру уақыты баяулайды екен, майлылығы және қаттылығы төмендейді екен. Ал азот жетіспеген жағдайда жапырақтар сарғайып түсіп қалады екен. Өркендер бұтақтанбайды және бұталанбайды екен. Калий жетіспеген жағдайда тамыры және тамыр жемістері дамымайды. Бидай жерге төселіп өседі екен. Мына суретке назар аударсаңдар болады, қоректендіруші элементтер жетіспеген жағдайда өсімдіктердің түр өзгерісінің қандай болатынын байқауларыңа болады екен. Келесі, оқушылар, қазіргі көретініміз 8-ші көрсетілім минералды тыңайтқыштардың жиынтығы. Алдарындағы минералды тыңайтқыштардың жиынтығын қарай отырып, сол үлгілермен танысасыңдар және оларды жіктейсіңдер.
дескрипторы минералды тыңайтқыштарды жіктейді, макро және микроэлементтерді түсіндіреді, азотты және фосфорлы тыңайтқыштардың қоршаған ортаға әсерін сипаттайды. Осыған сәйкес, оқушылар сендерге аяқталмаған сұрақ айдары, яғни минералды тыңайтқыштарды бір бағанға жазып, екінші бағанға формуласын жазып аяқтаймыз. Жұмысты аяқтасаңдар рахмет. Келесі сауалға көшеміз. Сергіту сәті. Берілген сұрақтарға біз иә немесе жоқ деп жауап береміз. Мысалы, поташ жеуге жарамды ма? Жоқ. Дұрыс екен. Натрий хлориді жеуге жарамды ма? Иә, ол ас тұзы болады екен. Амофос тыңайтқыш? Иә. Фосфорит азотты тыңайтқышқа жатады? Жоқ, ол фосфорит фосфорлы тыңайтқышқа жатады екен. Біздің сергіту сәтіміз аяқталды. Рахмет оқушылар. Келесі фосфорлы тыңайтқыштарға назар аударыңдар. Есте сақтау керек. Егер тыңайтқышты өсімдікке шамадан тыс көп берсе, онда артық мөлшердегі сіңірілмеген тұз өнімге жиналып қалады да, өнім жеуге жарамсыз болады. Ол адамдардың улануына әкеп соқтырады, денсаулығына зиян тигізеді. Артық нитраттар әсіресе ерте пісетін құлпынай, қарбызда көптеп кездеседі екен. Уақытынан бұрын піскен көкөністерді пайдаланғанда сақтық шараларын естен шығармаған жөн екен. Осыны әр уақытта есте сақтаңдар оқушылар. Келесі азотты тыңайтқыштар, фосфорлы тыңайтқыштар деп дәптерлеріңе өздерің бөліп, жазып көрсетесіңдер. Яғни біз сабағымызды бекітіп жатырмыз. Азотты тыңайтқыштарға қандай тыңайтқыштар жатады екен? Мына көрсетілген слайд бойынша өздеріңнің жазғандарыңа қарап түгендеп алсаңдар болады. Келесі оқушылар, сабағымызды аяқтаймыз. Кері байланыс. Алдарында 4 сөйлем беріліп тұр. Осыдан өздерінің ойларыңды аяқтасаңдар. Бүгін мен білдім, қиындық тудырды, мен үйлендім, қолымнан келді. Рахмет оқушылар, сабақта кері байланыс жасап, ойларыңды аяқтағандарың үшін. Үйге тапсырма. Осы минералды тыңайтқыштар тақырыбын орындаймыз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін көп рахмет айтам. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.